жүресің деген. Боп тұр дейді. Азырдағы боп тұр деп қойғадың ғой. Şu azırkı çarşılarının bir ne sayısın düşünmedi mi ne? Ama biz bu ağada bratanlarda düşünmedi. Carım sözden düşünmedi. Bu kan bana ağada degende çok ayıtlarga şakalar. Bilemiz ana жақта seyretme kitip olmadı. Bu kan bana ağada degende bu ne kadar düşünmedi. Altıda nasmayla kitip olmadı bilemiz. Bu kan bana ağada desem magazine çok ayıtlar var mı? Sen ona bilen buna tüköngen buladı da. Yo azırkılara bir ne sayısın düşünmedi. Alıp gelip bunağını, ben bekleyemedim. Şunu bana aparıp ver desem, ana düşünetkenden gibi, şunu aparıp versem niye veririz değil mi? Ben niye öğretmem? Şapalak verip, tarbiye verip, başka bir şey vermem. Az okşaş koyalım, az kayra başkan koyasın, düşündün mü? Sizler de kalkıp beni birinci yol görgünde, ooo deysin, doğrusu. Buna küçük ev olmadan tamam kaçıp gelip var mı? Betine ayetmen Kırgızistan kartasını düşürüp koymadı. Durun. Baştan koyacağım. Tokat'ta çık olayım ben. Top. Ha koy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qandaysizlar, ha? Жақсылармы? Мына бүгін жұлдызды күнде жолығышып тұрғаныма Құдайға шексіз шүкір болсын. Мынау ушул концертке басып берген қадамыңыздарға Құдайым өзі құт береке берген болсын. Амин. Қандай? Оразадан кейін іште жүздіріп қалдың ба? Негізі ораза айы, қасиетті айы ғой. Адамдың бары оңалады ғой, ораза бүткеннен кейін де бір 10 күн 15 күн тәсілім беріп тұрады, анан нарағына ішке кіріп кетіп ұмытып қаласың ба? Өзгеріп қалыпсың ба? Саламдашқандар түп-түзіп қалдыр ғой? Мен бақ анша өзгерем, бір досым бар. Ораза кіргенде ушундай өзгереді. Бай досымды көрсеңші, ораза уақытында көрсең. Вообще күресі жоқ деп көрінеді. Сол қолына жайнамаз, оң қолына таспалы болады. Аппақ киім, доллар киім, шашпай басып. Başka vaxtda sol қолына пиво, оң қолына сигарет болады. Сөйлегенде дағы шашпай қалады да ораза уақытында. Еме, Алматы Ердоғаның деп сөйлейді. Біз қара сұлтанған сөйлесін білесіңдер ғой, сөйлейді. Жетті бұнаған апарыға деп сөйлейсің ғой. Ораза уақытында еме Ердоғаным деп шашпай сөйлеп. Әрбір сөздің аяғында иншаллах. Сен аға қарап бір нәрселерді айтсаң, ұғып біткеннен кейін, машаллах да батыр. Мен де аға досым көріп жаттадым. Иншаллах, машаллах, айхамдулилля деген жаттадым, просто қайырдан кейін айтышты білмей жаттадым. Осы ақшада бір досым өрге сөйлеп тұрсақ, Настанияң шығап отырады. Не Настанияң жоқ десем, досым, Айшынан параменен қарналып қалды десе, машаллах деп. Адашып қарғаныма ше, досымның сигаретінен байқадым ғой. Мойты қарап. Көзімен тежбелейін деп ше. Адашып қалыппын дедім. Азда бір нәрсе оңды көрем деп тұрсам, бұл кетіште Айшынан бір 5 жылда қамал менен тоқшап десе, иншаллах деп. Досым ошойынша жоқ, осыдан бері көрші қойдан мен де жаттап үйреніп алдым. Бірақ бәрі баяғы досыма жетпеймін да. Ол досым бар ғой. Ал ораза уақытында көрсеңші, шынымен арқасынан ертісен бешке кіріп кетем деп ойлайсың да. Сөйлегендері бір қос сөйлеп, дәует қылып шақырып жүр. Başka уақытта оғыздан ағыт келіп, қарайып шығып, әрбір сөздің ақырында пүлен дегендермен өтеді. Сұрайып еді досым. Неге мына ораза кіргенде бір жақсы адам болып қаласың десем, садық, елдің бары жақсы адам боласың, өзім жалғыз сөліне өрсем болмайды екен. Болып тұрғанда башқа айларда бұндай оразада құдай жүре бермейсің десем, елдің бары сөліне атсам, мен телем қыт шер еткен бе. Жөніне жүре бермейсің десем, біз қырғыздар өзгеруші халықпыз ғой, тура дедім мен. Біз қырғыздар аябай өзгеруші халықпыз, байқайсыңдар ғой, мысалы үшін бұндай мисал айтып береді.
сырттан бір орыс келіп қалса сразу өзгеріп кетеміз ғой. Сразу орысша сөйлеп баштаймыз ғой. Здравствуйте десе болды да. Орысша білмегенде қарекет қылып кетті ғой. Что была гидайканда деп ше. Адрес сұрап қалса, вон там пойдешь деп сөйлеп барасың ғой. Bir Amerikanız, bir Европейский қалса, англисше izlenip başlayız ha. Google'larda çukulap, hi, how are you? You have children деп таптап көресің ғой. Алардың мемлекетіне барсаң, өзгертеді адам. Where from? I am from Kyrgyzstan десең. Wow, Kyrgyzstan демейді адам. Kyrgyzstan бақтылы деп olmasın. Bilmek bizim memleketimiz için. Biz de özgür көтереміз да. Алар мейлі, мына Kırgızistan'da оқуатқан немістер әрекет қылмайды ма? Bravo. Жоқ, көрдің бе қырғызша сөйлеп отыр. Жоқ, қайырға барсаң чампырақи, бізбен сөйлеспейді, оны ағайлардың жүрегін сырып тастаған болса керек дейді да. Ағай, ағайлар, 3 сағат, ағай, 3-ге оқыдым, 3, ақыр ағай сөйлеп тұр, пашау,